Сәлеметсіздер ме балалар? Алдарыңызда 7-ші сыныптың биология сабағы. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 25-ші жалпы білім беретін мектебінің биология пәні мұғалімі Мамырбаева Мадина Магруповна. Бүгінгі біздің өтетін сабақтың тақырыбы ішкі секреция бездері. Ішкі секреция бездерін қарастырмас бұрын бірінші гормондарға тоқтала кетейік. Гормондар ішкі секреция бездерінен бөлінетін және ұлпалар мен мүшелерге әсер ететін биологиялық белсенді заттар. Гормондардың қасиетіне келетін болсақ, олар барлық органикалық заттар, біреуі нәрөзден, екіншісі амин қышқылдарынан, үшіншісі май тектес стероидты заттардан құралады. Гормондар ағза жасушаларына не істеу керек екені туралы ақпарат тасымалдаушы химиялық мессенджерлер. Гормондар организмнің сұйық ішкі ортасына, яғни оларға қан, лимфа, ұлпа сұйықтығы жатады. Сұйық ішкі ортасына бөлінетіндіктен олар арқылы ағзаның реттелуін гуморальды реттелуі деп атайды. Гормондардың негізгі қызметіне тоқтала кететін болсақ, оның 4 қызметі бар. Бірінші қызметі гормондар денедегі зат алмасу қарқындылығын өзгертеді. Екіншісі ағзаның тіршілік ету ортасына бейімдеушілігін арттырады. Үшіншісі өсу мен көбеюді реттейді және ағзадағы физиологиялық процестерді үдетеді, яғни оларды күшейтеді немесе керісінше бәсеңдетеді. Ішкі секреция бездері үшке бөлінеді: эндокриндік бездер, экзокриндік бездер және аралас бездер. Эндокриндік бездер бұл қанға тікелей гормон бөлетін өзегі жоқ бездер, яғни оларға гипофиз, эпифиз, айырша без, бүйрек үсті безі жатады. Екіншісі экзокриндік бездер, эпителий жасушаларына өзек арқылы сөл бөлетін бездер. Оларға май бездері, тер бездері, сілекей бездер және тағы басқалар жатады. Аралас бездер бұл қанға гормонды, мүшеге сөлді бөлетін өзегі болатын бездер. Оған тек қана 2 без жатады: ұйқы безі және жыныс бездері. Эндокриндік жүйе бездері мен гормондардың орналасатын жері. Гипофиз өсу гормонын бөледі. Егер де өсу гормонын шектен тыс көп бөлінетін болса, адам акромегалия ауруына шалдығады. Яғни бұл бет пішінінің, саусақтардың және қол аяқтарының ұзарып өсуі. Егер де өсу гормоны керісінше аз бөлінетін болса, адамда ергежейлік ауруы пайда болады. Келесі бізде қалқанша безі. Қалқанша безі бізде тироксин гормонын бөледі. Тироксин гормоны біздің организмімізде жақсы түзілу үшін йод жеткілікті болу керек. Тироксин гормоны аз бөлінетін болса, адамда миксодем ауруы пайда бола бастайды. Ал керісінше тироксин гормоны мөлшерден тығыз бөлінетін болса, онда Бадетов ауруына шалдығады. Келесі бізде бүйрек үсті безі. Бүйрек үсті безі адреналин гормонын бөледі. Бұл без бүйректің жоғарғы ұшында орналасады және 2 қабаттан тұрады. Сыртқы қабат қыртысты және ішкі қабат милы қабаттан. Адреналин гормонын басқаша көңіл күй гормоны деп атайды. Адреналин гормоны көп жағдайда адам күйзеліске ұшыраған кезде өте қарқынды, белсенді түрде бөліне бастайды. Сонымен қатар адреналин гормоны бөлінген жағдайда біздің қан қысымымыз көтеріліп, қан тамырларымыз жырыла бастайды, сонымен қатар жүрегіміздің жұмысы тездете бастайды, соғуы. Келесі айырша без. Айырша без бізде тимозин гормонын бөледі және ол кеуде қуысында орналасады. Тимозин гормоны бізде иммундық қызметке жауап береді. Егер де бұл гормон жетіспеген жағдайда, адамның иммунитеті күрт төмендей бастайды. Ұйқы безі инсулин гормонын бөледі. Инсулин гормоны адам ағзасында жетіспеген жағдайда адам қан диабетіне ұшырайды. Аталық бездер. Аталық бездер бізде тестостерон гормонын бөледі. Тестостерон гормоны бөлінген жағдайда ер балаларда көбінесе дауыстары жуандап, сақал мұрттарының өсуіне әкеліп соғатын бұл тестостерон гормоны. Келесі аналық бездер. Аналық бездер бізде эстроген гормонын бөледі. Яғни эстроген гормоны бөлінген сайын әйел адамдарда сүт бездері, терасы, май бездері, дауыстарының жіңішке келуі осы эстроген гормонының арқасында.
Бездердің салыстырмалы сипаттамалары. Яғни, экзокриндік сыртқы секреция және эндокриндік ішкі секреция бездерінің айырмашылықтары. Сыртқы секреция бездері оларда арнайы сөл бөлетін өзекшелер болады, ал эндокриндік бездерде сөл бөлетін өзекшелер болмайды. Экзокриндік бездерде сөлі денеге, дене қуысына және мүшеге бөлінеді, ал эндокриндік бездері гормоны қанға бөлінеді тікелей. Экзокриндік секреция бездері сөл қажет болғанда ғана бөлінеді, ал эндокриндік бездер гормондары үздіксіз бөлініп жатады, яғни біздің ағзамызда. Ал аралас безіне келетін болсақ, тағы да естеріне түсіре кетейін, аралас бездерге жыныс бездері және ұйқы безі жатады. Олар сыртқы секреторлық қызмет және ішкі секреторлық қызмет атқарады. Оқушылар, алдыларыңызда суреттер ақпараттармен берілген, яғни осы ақпараттарды пайдалану отырып, бездерді 3 топқа жіктейміз: сыртқы, ішкі және аралас. Бірінші суретті қарастыратын болсақ, бірінші бізде сілекей бездері берілген. Сілекей бездері бұл әрине сыртқа шығатын өзегі болғандықтан, бұны біз сыртқы секреция бездеріне жатқызамыз. Екінші суретке назар аударатын болсақ, бұл қалқанша без. Қалқанша безі бізде тироксин гормонын ішке қарай тікелей қанға бөледі. Соған байланысты бұл ішкі секреция бездеріне жатады. Үшінші суретке бұл тері саңылаулары, яғни адам терісі берілген. Яғни тері бездері бізде сыртқа шығатын болғандықтан, бұны біз сыртқы секреция безіне жатқызамыз. Келесі үлкен бауыр берілген. Бауырдың жанында бізде асқазан жолдары, өт жолдары және қанға инсулинді бөлетін жасушалар орналасқан. Яғни қанға инсулинді тікелей бөлетін бізде қандай гормон? Әрине, ұйқы безі гормоны. Бұл бізде аралас безге жатады. Бүгінгі сабақта алған білімдеріңізді бекіту мақсатында бездердің 3 түрін салыстырамыз. Яғни эндокриндік бездердің қасиеті және де эндокриндік бездерге жататын қандай бездер, аралас бездерге қандай бездер жатады және оның қасиеттері, және экзокриндік бездерге қандай бездер жатады және олардың қасиеттерін жазып салыстырамыз.